Күн менің оқырмандарым, қал жағдайларыңыз қалай, жақсы ма? Сіздермен қауышқаныма өте қуаныштымын. Басты байлық денсаулықтарыңыз қалай, жақсы ма? Мен сіздерден өтінетінім, маған подписка жасап, лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Маған сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Менің каналым әрі қарай дамуына. Сондықтан бір оқырманымнан кеше жақында WhatsApp-тан сұрақ келіпті. Сұрақ қойған апа, көптен бері бір раздраженный жүрем. Сол жұмыста да бір қырылып келген, үйге келгеннен кейін екі баламды қырып салдым. Айқайлап, екі баламнан ашуымды алдым. Не істерімді білмей жүрмін деп сұрақ қойған. Сондықтан ол сұрақ қойылғасын, ол сұрақтың жауабы келді маған. Келіншектен мен сұрадым, неге сен олай раздраженный жүрсің, неден басталды ол? Қараптан қарап бір күнде ашу, ыза, раздражение басталмайды ол. Десем ол айтады, жаңағы екі ағайынды жігіт екен, күйеу. Біреу жақсылау тұрады да, біз енді средний тұрамыз дейді, содан қалыспаймын деп, күйеу көп кредит алған, көп рассрочка алған, анау алған, мынау алған, енді екеуміз көп қарызға кіріп кетіп, үйде ұрыс көбейіп кетті дейді. Сондықтан мен келіншекке айтқым келіп тұр. Егер ұрыс көбейсе, бір күн ұрыстың 40 күн кесірі бар. Оны да ұмытпауымыз керек болды. Сіздің күйеуіңіз өзінің бауырменен бәсекелеске түсіп тұр ғой, одан қалыспаймыз. Ол да бірақ дұрыс шығар, бірақ адам көрпесіне қарап өсіп үйренуіміз керек. Мүмкін оның бауыры бір жерде бастық болып істей ма, қайдан білеміз. Табысы бұдан көптеу, бұнда енді өзін қамшылауы мүмкін, анадан қалмаймыз. Бірақ сонда да көрпеңе қарай көсіліп үйренуіміз керек. Ол бір. Екінші, әйел адам біз гибкиміз. Ол художественный гимнастикадан да көріп отырмыз. Әйел художественный гимнастикада кілең қыз баласы, әйел гибкий, қалай болғанда да біз гибкиміз. Сондықтан бұл келіншек айтқым келіп тұр, сен гибкий болып үйрен. Ашуыңды, өзіңді контроль жасап үйрен. Ашуды баладан алуға болмайды. Баладан ашуды алсаң, баланың сағын сындырасың. Ал бала біздің болашағымыз. Сондықтан сенің күйеуің саған артылды деп, сен баладан алуға ешқандай хақың жоқ. Сондықтан жерде екеуің бір мәмілеге келу керек. Отбасы болғансын, отбасыда бір кіші мемлекет. Сондықтан бір-бірлеріңе уступка жасап үйрену керек адам. Оның дауысы қаттылау шығып жатса, сен бәсең дей сал. Келесі жол шамал басып, айқай басылғаннан кейін, шамалдан кейін сен өзің сұра. Неге маған солай дауыс көтердім десең, ол бәрі айтады. Сондықтан любой шаруа ол шешіледі. Айқайдың да, любой заттың да бастауы бар, айқайдың несі да болады. Сондықтан ол ашуды баладан алу ол өте жақсы зат емес. Сондықтан сіздерге оқырмандарым айтатыным, ашу дұшпан. Бұл жерде Абай атамыз айтқандай, ашу дұшпан, ақыл дос дегенде мен бір ақылмасты ұстамайып тұрған жоқпын маған келген ақпараттан. Любой затты тежеп үйренуіміз керек. Сондықтан сіздерге оқырмандарым сұрайтыным, қай кезде де адам ашумен сабырлы, ашуды тежеп басып үйренгеніміз жақсы. Сондықтан бұл жерде де ұмытпауымыз керек, ырыздық несібені бізге беруші Алла. Қазіргі уақытта сол ырыздық несібе қалай соны қабылдауымыз керек. Барға қанағатты үйренуіміз керек. Сондықтан болашаққа болмаған нәрселердің бәрін алып, болмаған айлығымызды жұмсап отырмыз дейсің. Болашақ болмаған ақшаны жұмсап, істесек, болашақтың ақшасын жұмсасақ, болашақ уақытқа кірсек, бұл өзімізге қауіпті. Одан кейін көп расходтар да басталып кете береді. Өйткені біз болашаққа қол сұққасын. Сондықтан бұл
неге айтып отырмын, қасиет болғасын айтып отырмын. Біз қасиет осыны айтқызып тұр. Мына сұрақ маған келгеннен кейін осылай айт деп маған қасиет осылай айтқызып тұр. Сондықтан біз барды бағалап үйренуіміз керек. Бүгінгі күнмен өмір сүріп, көрпемізге қарай көсіліп, табысымызға қарай, шабысымызға, табысымызға қарай болу керек. Жаңағыдай. Иә, сондықтан ол бәріне де үйренуіміз керек. Ол балалар біз үшін, біздің жаңағы өзіміз контроль жасамаған үшін балалар зардап шекпеу керек. Сондықтан жаңағы оқырманым айтқым келіп тұр, өзіңді контроль жасап үйрен, өзіңнің эмоцияны өзіңе контроль жасап үйрен. Баланың ешқандай да бұл жерде жазығы жоқ. Сондықтан біздің жұмысымыз дұрыс болмай жатса, айлығымыз аздау болып жатса, кредитіміз уақытында төлей алмасақ, біз балалардың жазығы жоқ. Сондықтан біз көрпемізге қарай көсіліп, айлығымызға қарай есептеп алатын кредитімізді да. Сондықтан соның бәрін өзіміз контроль жасап, кәдімгі жасымыз үлкен болғанмен бөпе сознанияда жүрмей, кәдімгі үлкен жауапкершілікпен, балаға да үлкен жауапкершілікпен қарап, бәрімізге жауапкершілікпен қарауға бәрімізді шақырамын. Сондықтан тағы да сұрақтарыңыздар болса сұраңыздар. Мына әлемде қанша сұрақ болады, сонша сұрақтың жауабы бар. Сондықтан сіздердің сұрақтарыңыз таусылмасын, менің жауабым таусылмасын. Ең бірінші әйел адамдан отбасының ұйытқысы әйел адам. Сондықтан әйел адам любой уақытта өзінің көңіл күйін, өзінің былай орысша айтқанда настроениесін тежеп, қарап, өзімен өзі жұмыс істеп, солай үйренуіміз керек. Өйткені біз отбасы, бала-шаға бәріне бізде ер адам жүздің адам болғасын, көбіне бәрі бізге байланысты. Сондықтан біз бұл жерде кепке болып үйренуіміз керек. Сондықтан ашуды баладан алу деген сөз, баланың сағын сындыру деген сөз. Ертең ол болашақта сағы сынған бала, ертең отбасыда болған кезде де қиындау болады. Сосын обществоға кіріп кетуде ондай адамға өте қиындау болады, сағы сынған бала. Өнемен сен ашуыңды баладан ала берсең, ертең бала сағы сынған бала болады. Сондықтан олай жасалмауымыз керек. Күйеуің бір мәмілеге келіп, күйеуіңнің дауысы қаттылау шықса, уступке сен жүре салуың керек. Өйткені ол жерде баланың ешқандай да жазығы жоқ. Сондықтан сіздерге айтатын оқырмандар, қандай адамның басына қандай мәселе келсін, кредит болсын, ауру болсын, біреуден ашудалу өте дұрыс емес. Сондықтан сіздерге бәр мәселені дұрыс жағынан қарауға сіздерден шақырамын. Айқайдың да екі ұшы бар. Саған айқайласа, значит, ол бір жағын қарап тұрсын, ол тек маған айқайлап деп, екінші жағынан да болады, екі жақтан да болады айқай. Сондықтан сіздерге шақырамын, бәрін сабырлықпен, отбасының тыныштығын сақтауға сіздерге, әйелдерге шақырамын. Қолдан келгенше сабыр, ақыл, бұл жерде әйел адам болғасын, бәрі әйелге байланысты. Сондықтан ер адамда жауапкершілігін бұл жерде сезініп, лишний раз айқайламай, бәрін дұрыс мәмілеге шешуге шақырамын. Қолдан келгенше маған келген ақпарат сол. Сіздерден өтінетінім, маған подписка жасаңыздар, лайк басыңдар, комментарий жазыңыздар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Мен қолымнан келгенше естіген ақпаратымды сіздермен бөлісуге дайынмын. Қош болыңыздар. Маған подписка жасаған адамдарға мыңдап алғыс. Рахмет.